Ана тілі әрбір халықтың мәдени әлеуметтік өмірінде өзіндік мәні бар киелі ұғым. Ал мемлекеттік тіл қай елдің болмасын даму тарихын қалыптастыруда және әлемдік деңгейдегі өз орнын анықтап нақтылау үдерісінде ерекше қызмет атқарады. Қазақстан Республикасының 1995 жылы 30 тамызында қабылданған Конституциясының 7 бап 1 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі болып саналады. Қазіргі таңда бәсекеге қабілеттілік саясатының негізінде үш тілділік бағдарламасы жүзеге асырылуда. Ағылшын тілі көптеген салаларда үлкен сұраныстарға ие болып жатса, орыс тілі қазақ тілімен қатар жергілікті ұйымдар мен өзін басқару органдарында тең дәрежеде қолданылып жатыр. Әрбір қазақстандықтар үшін үш тілділікті меңгеру өз игілігінің кепілі. Еліміздің КСРО құрамына қосылуына байланысты КСР азаматтарының тілдік құқықтары КСРО Конституциясына тәуелді болды. 1938 жылы 13 наурызда партияның орталық комитеті мен КСРО үкіметі бастауыш және де орта білім беретін мектептерде орыс тілін оқуды талап етті. Ал жоғары оқу орындарындағы ең маңызды деген мамандықтар орыс тілінде дайындалды. Бұл шешім нәтижесінде Кеңес одағы халықтарының өмірінде орасан өзгерістер орын алды. Болашақта орыс тілін білу барлық жерде алдыңғы кезекке қойылды. КСРОда көптеген ғылымдар тек орыс тілінде болды. Шетелде орыс тіліне деген қызығушылық екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды. Көпшілік жеңіске жеткен елді жақынырақ танып, оның қалай аман қалып, күшті жауды жеңгенін түсінгісі келді. Ал 15 жылдан кейін Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуы қызығушылықты арттырды. Ол кезде шетелден келген көптеген студенттер КСРОда білім алуға, тиісінше орыс тілін үйренуге ұмтылды. Бүгінде орыс тілі Біріккен ұлттар ұйымының 6 жұмыс тілінің бірі. Сондай-ақ бірқатар халықаралық ұйымдарда ресми тіл ретінде қолданысқа ие. Еліміздің тарихында болып жатқан әлеуметтік экономикалық мемлекеттік ұлттар мен ұлыстардың бірін-бірі түсінуінде халықаралық сипат алған ағылшын тілінің Қазақстандағы рөлі және болашақтағы маңызы зор. Қазақстан бүкіл әлемге үш тілдік саясатты пайдалану арқылы жоғары білімді ел ретінде танылуы тиіс. Нақтылап айтқанда, қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі деп, елбасымыз өз жолдауында айтқандай, ағылшын тілін білу қазіргі заманның басты талабы. Бір шаңырақты көтеру үшін үш діңгек қажет емес. Алайда бір діңгекпен көтерілген шаңырақтың жан-жағынан қадалып, оның беріктігін қамтамасыз ететін уықтардың болуы маңызды. Біздің алтын діңгегіміз, тұғырымыз қазақ тілі. Ал өзге тілдер мемлекеттік тілімізді қоршап, оның беріктігін қамтамасыз етіп тұрған уықтар секілді. Үш тілділік бәсекеге қабілетті мемлекеттер қатарына қосылудағы басты бағдарлардың бірі. Іргелес тұрған мемлекеттерден анағұрлым ілгері орналасқан Қазақстан қазіргі жетістіктерімен тоқтап қалмау үшін де үш тілділікке ұмтылуда. Бір тілмен, бір көзқараспен шектеліп қалуға болмайды. Қорытындылай келе, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дей келе, қазақ тілінде сөйлейтін халқы мен жалынды жастары барда ешқашан өз мәртебесін жоғалтпайды.